Ассалаумағалейкум, қадірменді жиналған жамағат. Қазақта жақсы мынандай сөз бар. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Бұл сөз қайдан алынды? Бұл пайғамбарымыздың, адамзаттың асыл тәжінің тәлімі еді. Себебі ол кісі айтады: біліңдер, сендерге келетін Алланың жәрдемі, сендерге келетін Алланың ризық несібесі араларыңдағы әлсіздерің арқылы келеді деп айтады. Енді біздің араларымыздағы әлсіздеріміз олар кімдер? Олар біздің қарттарымыз екен. Біз әлсіз болған кезде олар бізге қарасты. Енді олар әлсіз болған кезде біз оларға қарасуымыз керек. Ал біз сол үйдегі бар қазынамызды бағаламай, кейбір кезде басқаша іс-әрекет жасап, сол қазынаны үйден шығарып тастап жатамыз. Бұл дұрыс емес, бұл берекеттен айырылу болып табылады. Сол себепті қолда бар алтынның қадірін біліп, жанымызда жүрген қарттардың, қазыналы қарттардың қадірін білуді Алла тағала баршаларымызға нәсіп етсін дейміз. Үйге бара беріңіздер. Иә, 14. Көрш, атамыздың арты қайырлы болсын. Амин. Рахмет болады келгенде. Не көмек бізден? Әзірге ешқандай. Адамдарды әурлемеу үшін жетсін бүгін береміз. Сол аста болсаң, соның өзі үлкен көмек болады. Құдай қаласа. Ол қызметтеміз ғой, Көрш. Жақсы. Қайырлы болсын ата. Сау болсын. Сәулет! Айдардың үйіне кіріп шықтың ба? Иә. Көршілер құрамға деп 20 мың теңгені жинады. Енді қатардан қалмайын деп, менде амал жоқ, бердім енді 20 мың теңгені. Сен ол үйге бармас бұрын бірінші білім алғаның ба, неден қайтқаның? Бәлкім коронавирустан қайтқан шығар. Үйге вирус алып келмегеніңе кім кепіл? Қуасың ба жұмыс сен? Коронавирустың біткеніне жарты жыл болды. Оның үстінен ол кісі жүзі келіп қайтыс болды. Вирустан емес, қарттықтан. Әке, осы Айдар аға әкесі шешесі жоқ. Ол жеттерегінен шыққан рас па? Рас па? Айдар ағаң бала кезден әке-шешенің жылуын көрмей өскен адам. Сол жылуды көру үшін Рысбай атан дағадан алып келіп үйіне әке етіп қойды. Енді Айдар аға қайтын әкесіз қалды ма? Балам, сен сырттағы өтірік әңгімелерге сене бермеш, әкең сияқты. Ол өзі жетімдер үйінен болғанымен, келіншегі жетімдер үйінен шықпаған. Атасы бар, сол атасын қолдарына алып отыр. Біздің атамыз 100-ге келгенде қайтыс болады ма? Балам ау, сенің атаң 100-ге келем дегенше сен 20-ға келесің ғой. Рас па? Иә. Атам демекші, бөлмесіне алып барма тамақты? Өзің апаршы. Келіскен жоқпыз ба? Мен дайындап берем, сен апарасың. Мен ана бөлменің есіне шыдай алмайым болады. Бір апта болды жуындырмағаныңа. Ең болмаса терезесін ашып қойсаңшы. Я, айналайын. Ескі сол сенің де атаң білесің ба? Жуындырсаң бір жерін кете ма? Білесің ғой, жұмыста екен, вақтыдан бүйемой. Сенің есің дұрыс па? Енді қалмағаны ер адамды жуындыруым керек еді. Болды, қойыңыздарыңызшы. Мен апарсам болады ма тамақты? Атаммен сөйлеспегеннен көп болды. Үй Жансу. Сөйтші, сен апаршы. Атаңа тамақ апар. Атаға қарап жүру керек. Сөйлес. Балам, көп отырма. Түсінесің бе? Сенің атаң қарт адам, ауырат. Ол жақта вирустар бар. Ол вирус саған жұғып кетуі мүмкін. Жақсы ма? Жарайды анашым, байқап жүремін. Бара ғой. Болат. Не болды? Мен базарға барам. Азық-түлікке 30 мың теңге берші. 40 мың қалған, бағана 20 мың теңге естідің ғой бер жерін. 10 мың теңге өзіме керек. 10 мың бере тұрайын енді. Той-томалаққа 20 мың беретін заманда. Өлетіндерге неменеге 20 мың береді осылар? Қойшы! Bir şey tabağın dürüst var, tuzlu olmayın. Kimге қашып жүрген? Ата, ас болсын.
Рахмет, балапаным. Ата, Ау, естігем. Көрші үйде сізден кәрі ата қайтыс болыпты. иманды болсын марқұм. Алайда ол далаға шығып тұрушы еді. Ал неге сіз аулаға шықпайсыз? Ай, жарығым ау сол. Жарығым ау. Мен мүгедек адаммын. Далаға шыққаннан маған не пайда? Мен көзімде көрмейді. Ал далаға алып шығатын кемпірімде жоқ. Немеремнің жұмыстан қолы тимейді. Мына өзің сияқты шөберемнің қолынан дәм татқанға ма не жетсін. Осы өмірдегі ең бақытты шал мен шығармын. Аллаға мыңда бір шүкір етемін. Ата, барлық жақсы болады, уайымдамаңыз. Айналайын. Өркенің өссін балам. Айдар, атамыздың 40 күндік асын бергелі 2 ай өтті. Сенің ойға батып жүрген мені уайымдатып жүр. Уайымдама. Енді бәрі жақсы. Атамыз бұл өмірден Алланың қалауымен өтті. Алланың ісіне қарсы шықпаймыз. Тірі адам тіршілігін істеу керек екен, сол жаназадан кейін ақ түсінген. Атамыз қайта соңғы демінде қарттар үйінде емес, осында болғанына шүкір. Әке жылуын сезініп үлгердім. Айтуға да ыңғайсыз екен. Ана жылуын сезінсем бе деп жүрмін. Солай жиі мазалайды. Отағасы, ойлағаныңды жүзеге асыруға не кедергі? Сен қарсы емессің бе? Жаным, мен кімін саған қарсы шығатын? Қайта сені қолдайым ғой. Егер сен бұл ісіңді әдетке айналдырсаң да, мен еш қарсылық білдірмесем. Әдетке? Ал апа, қош келдіңіз жаңа үйіңізге. Жүріңіз. Туй, ата! Жаңа ғана жинап болған жоқпын ба? Кешірші қарағым. Кешірші. Кешірші айналайын. Болат, мен шаршадым. Ана атаңның енді жинап болғанда шаршатта отырады. Қашанғы мен құл болып өмір сүрем, айтшы. Қашан біз адам сияқты жеке өмір сүреміз. Атаңа бір қарайын, балаңа бір қарайын.
Мен өзіме қашан қараймын болар. Ана бөлмесі деген сасып кеткен үйді бәрін састып бітті. Кішкентай баладан жаман бәрін шашып төгіп отырады. Күн жинайды оның бәрін болар. Күн жинап болдым. Бар да өзім жина. Соңғы сөзім. Не атамды қарттар үйіне апарасың, не мені бұдан кейін көрмейтін боласың. Ya қойшы, я айтып кетті сені. Жұмыс бергеш? Болдым. Жолдас. Жолдас, не сташ? Я. Жолдас. Жинақай ағамды. Я сен жұмысай, жұмысай. Жина өзім. Қойшы, ашылмас жұмыс жаным. Қойшы деймін саған. Аш есік қыз. Жұлдыз, түсінесің бе? Ол біздің атамыз. Ол қарт кісі. Бізден басқа ешкім жоқ. Екеуміздің де жеке өміріміз бар болады. Неге түсінбейсің? Ол кісінің денсаулығына күтім керек. Қайта-қайта жедел жәрдем шақыртып, ауруханаға барып келе беруден шаршамадың ба? Жұмысыңнан қаласың болады. Ал саған жұмысыңды нәтиже көрсету керек. Неге біздің жағдайымызды ойламайсың? Ол кісіні қарттар үйіне өткізгеннен ол жаман болмайды. Оның жанын күтетін адамдар бар. Шыдамыңда шегі бар болады. Не ана мүгедек атаңды таңдайсың? Не мына сауғатыңды таңдайсың? Жапшы аузыңды. Анаңызды қарттар үйіне апарып тастайтын де жаста емес қой. Неге ондай қатыгездікке бардыңыздар? Түсінесіз бе? Біз жұбайым екеуміз Ресейге көшіп кеткенімізге 5 жыл болды. Бұл сұмдықтан хабарсызбыз. Ағамызды мұндай жағдайға дейін баратынын біз білген жоқпыз. Өтініш сізден, анамызды алып кетейікші. Егер ағаңыз келгенде, тас талқан қылып кейін қайтарар едім. Анасын қуып шыққан адамнан кейін де мейірім күтуге болмайды. Анашым, кешіріңізші бізді. Аман есен келдің ба? Осыған дейін қайда жүрдің? Анашым, біз Қуаныш екеуміз сізді алып кетуге келдік. Біз елге бір жола оралдық. Енді сізбен бірге барлығымыз бірге тұрамыз. Мыналай бақытты болды. Мені менің балам Алтай, Айдарым. Осы Айдарға бауыр басып қалды. Өз баламнан көрмеген жақсылықты осы Айдарымнан көрдім. Осы үйге келгеніме міне 3 ай болды. Келінім Айнұрға да көп рахмет. Қосақтармен қоса қарыңдар, жандарым. Әмин. Айдар балам, міне енді бұны сұлу қызым келді. Ол енді сенің қарындасың болады. Апа. Мен анаң боламын. Сенің туыстарың көбейді. Енді сен еш уақытта жалғыз болмайсың, айналайын. Рахмет, апа. Рахмет. Рахмет, Айдар. Айдар аға. Олай болса дастархан дайын. Өзіміз отырып жақсылап туысқандар болып шай ішейік. Жүріңіздер. Айнұр келін. Ассалаумалейкум, ата. Болатжан. Ата, қалайсыз? Болатжан болғанда кешегі айтқан кісі осы азамат қой. Танысып, білсе беріңіздер. Рахмет сізге. Сансызбай ата. Менің есімім Айдар.
Сіз жайлы ақпаратты Шынардан толық білдім. Мен жайында да естіген боларсыз. Мен сіз жақсы түсінем, ата. Сіз сияқты қарияларды осында әкеп тастап, өмірін жақсартып жатса, біз сияқтылар кезінше үйіне апарып, баласы атанып, ақ батасын алып бақытты ғұмыр кешеді. Сансызбай ата, өтінем, менің бақытты болуыма көмектесіңізші, ата. Саламатсыз ба, ата, қалыңыз қалай? Көбдес айналайын. Ата, жаңа үйіңізге қош келдің. Енді сіздің жаңа тиген немереңіз бар. Ой, айналайын. Көбдес айналайын. Мен сонда Жанаттың үйінде тұрам ба? Иә. Аллаға мыңда бір шүкір. Келе ғой айналайын. Кеш маңдайына ескеріп. Қолында келе ғой айналайын. Келе ғой. Болат, саған қарттар үйі ойыншық емес. Апара салып қайтып алып қайта салатын. Ол саған ойыншық, саған. Бұл өмір саған ойыншық, түсінің ба? Түсінген жоқпын, Болат. Миын қатырма, түсінің ба? Қарттар үйі саған ойыншық емес, барып қайтып алып кете салатын. Ата-анаңды барында бақала.